Түркістан облысында дене шынықтыру пәнінің мұғалімі оқушы қызға азғындық жасады деген күдікке ілініп қылмыстық іс қозғалды. Қазығұрт ауданындағы 38 жастағы ер адам 14 жастағы оқушыны түнде серуендеуге шақырған. Анасы 8-ші сынып оқушысының көлігіне отырғызып айдалада арам ойын іске асырмақ болған деп отыр. Бірақ жасөспірім қашып үлгерген. Осыдан кейін оқушы қыз соңғы 90-ды үйден оқуға мәжбүр болды. Жәбірленушінің ата-анасы полицияға шағым түсірген соң 5 баласы бар мұғалім қамалып, тергеу басталды. Өзім бардым, о жерді көрдім. Лишний о жерде бар ғой, как анау өлтіруге апарған сияқты да. Мен өзім көрдім. Экспертиз бәрі жүр, өтті. Бізден 2-3 ағай ертең жұмыстан босайын деп тұр. Сен мамаң мен папаңа бізді мынандай деп әрдеңкені айта берме. Бәрібір ертең оқитын мектебін ғой дегендей әңгіме айтып бұған. Ол негізі менің түсінуімше ол қорыққанға жатады. Бұлар қазір мені өздері қорғап, ағайларын қорғап, директорын қорғап, өздері қорғай беретін болса, сонда оқушылар қайда қалды? Ең кішкене қызым шылымға бүйтіп түрткі шақтырмай бүйтіп асырап келіп жатыр. Мен бұлардың сонда кімі бар дегендей тірлік істегенде мені қапа боламын да. Көмек қажеттілікті қажет ана қызға. Педагогикалық көмек, педагогикалық, психологиялық көмек қажет қызға. Сол бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазіргі жұрттың барлығы біліп отыр, ол мектептегі құрбы-құрдастардың барлығы біліп отыр. Сондықтан кішкене өзін қазір жұрттан алшақтау ұстайды өзін. Ортаға қосылмайды. Бұл енді кішкене уақытша жұмыс деп ойлаймыз, өйткені қыркүйектен бастап, қыркүйекке дейін де әлі біраз жұмыстар атқарылады. Қалыпты жағдайға оқуға тартамыз.